Құрметті әріптестер, Самұрық энергия компанияларының тобының қызметкерлері. Мен бүгін сіздерге біздің жалпы қауіпсіздігіміз, денсаулығымыз және өміріміз үшін маңызды болып табылатын хабарламаны жолдағым келеді. Өкінішке орай, өткен жылы біздің кәсіпорындарымызда орын алған бірнеше қайғылы оқиғаларға куә болдық. Бұл жазатайым оқиғалар қай-қайсымызға да оңай тиген жоқ. Бәріміздің жанымызға батты. Осы қайғылы оқиғалардың тиісті қорытындысын жасап, мен 2025 жылды қауіпсіздік және еңбекті қорғау жылы деп жариялаймын. Мы должны стремиться к нашей стратегической цели – 0 травм на производстве. Для достижения этой цели в первую очередь мы должны обеспечить абсолютную нулевую терпимость ко всем рискам и потенциально опасным происшествиям. В этой связи я обращаюсь к руководителям всех рангов, особенно к топ-менеджерам дочерних организаций. Вы лидеры и пример для работников. Пусть вашей доброй традицией станет начинать рабочий день с темы безопасности труда. Я также обращаюсь к работникам. Сохранение жизни и здоровья зависит от вашего сознательного отношения к собственной безопасности. Прошу каждого работника своим примером демонстрировать важность производственной безопасности. Осы жолдауды компанияның әр қызметкеріне жеткізуді сұраймын. Және сіздерге осы бағытта белсенді жұмыс жасауға тапсырамын. Біз үшін ең маңыздысы компания қызметкерлерінің әрқашан жұмыстан үйлеріне аман-есен оралғаны. Қауіпсіздік өз қолымызда. Аман-есен болайық. Біз бірге жарақат деңгейін нөлдік көрсеткішіне жеткіземіз деп сенемін.